Сәлеметсіздер ме? 6 сынып оқушылары, мен бөлім бойынша жиынтық бағалау пажабасын жаздым. 2 тоқсан, 6 сынып бөлім бойынша жиынтық бағалау, яғни БЖБ. Жаза алмай жатқан оқушылар болса, осыны көшіріп алса болады. 2 тоқсаннан 6 сыныптың әдебиет сабағынан БЖБ-сы. Осылай стопқа қойып көшіріп алсаңыздар болады. Мынау біріншісі. Бұда лириканы табу. Мысалы, Абайдың өлеңдері берілген. Көзімнің қарасы, қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай. Болыс болдым мінекей, өзгеге көңілім тоярсың. Әсемпаз болма әрнеге деген өлеңдердің лирикасы берілген мына жақта. Солар араласып кеткен, оларды мен былай істеп шықтым мінекей. Ал мынада мен жазбаймын өлеңді ермек үшін өлеңіндегі өзіңе керемет әсер еткен шумақты жаздым. Бұл жауаптың барлығы өте дұрыс, себебі мұғалімім айтты өзі. Бұның барлығы өте дұрыс деп 9 балл берілетін болғандықтан маған 9 балдың 9-ын да берді осы БЖБ-дан. Ал мынада ол маған неліктен әсер етті деген. Сондықтан мен оның себебін жаздым, неліктен әсер еткендігі туралы. Енді осыны көшіріп алсаңыздар болады. Енді мына жақта оның жалғасы бар, 2-ші тапсырманың. Ал мынау 3-ші тапсырма. Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба өлеңінің басты мәселесін идея арқылы айт деген. Мен соны жазып бердім. Стопқа қойып көшіріп алсаңыздар болады. Сол идеясының дәлелденген өзінің қатарларын тап деген өлеңдегі қатарларын. Мен соны таптым мінекей. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Және де ең соңғы қатарларындағы болыс болдым мінекей деген өлең. Болыс болмасаң да ұқсақ бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Бұл да дәлел болады. Егер менің видеом сіздерге пайдасын тигізсе, маған жазылып, лайк басып, коммент қалдыруларыңызды өтінемін.